Ассалаумағалейкум, барға қанағат, жоққа сабыр шақырған қазақ елі. Төларнаны қосып, жаңа күнді тосып отырған көрермен армысыздар. Төларнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар жаршысына айналған жаңа күн ақпаратты танымдық бағдарламасы. Бүгін қаңтар айының 7-ші жаңасы. Елімізде христиан әлемінің басты мейрамы Рождество мерекесі атап өтілуде. Дүние жүзінің 145 мемлекетінде тойланатын православтар мен католиктердің діни мейрамы қызықты салттар мен өзіндік салтанатқа толы. Бұл күнді барша христиандар шіркеулер мен ғибадатханаларда құлшылық етумен өткізеді. Бұл ізгі ойлар мен игілікті адамдарға бастайтын, көмекке мұқтаж адамдарға қамқорлық жасайтын уақыт. Бұл күндері православ қауымы өзінің жауапты мінәжат дәстүрлерін жасайды. Ол адамдардың сенімін арттырады, рухани қайнарларға бас қоюға үндейді, сөйтіп моральдық қағидалар мен дәстүрлі отбасылық құндылықтарды нығайта түседі. Мереке құтты болсын дей отырып, бағдарламамызды құлақ құрышын қандырар әсем әнмен жалғаймыз, қабыл алыңыздар. Сіргеді қарамай-ақ, біріміз кетіп бара жатыр жай-ақ. Жалтырағын әдемі топылайыр, күн біледі жауыннан да барады-ақ. Еске түсіп кеткенімдей бала кезің, елең қылмай ешкімді де барады. Жалаң аяқ жүргенімдей дала кезіп, еркін ұстап барады өзі. Жастық шағымдай ғайып боп, жаугізелейдім кеудемді жандырып от. Әуездәннен соң арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге күн табысты болсын дейміз. Біз тікелей эфирдегі хабарымызды
одан әрі жалғастырамыз. Сұлушаш, білесің бе, жалпы мен осы таңертең мынау астрологтар болжамын оқыған едім. Жалпы маған жұлдыздар бүгін осы ақшаға қатысты үлкен тыйымдар жасайды екен. Мен жалпы бүгінгі күні үнемді болуым керек екен. Себебі мен ақшаны бей-берекет жұмсай беретін болсам, мұның соңы қиындыққа келіп соғады екен. Сондықтан мен бүгін ақшаны үнемдеуім қажет болып тұр. Жалпы меніңше астрологтардың айтқан кеңестеріне құлақ тұру қажет, өте қажет. Ал бүгінге маған қандай болжам жасады екен, жалпы барша көрерменге қандай болжам жасады, оны бірге жұлдыз жорамалдан білейік. Тоқты, бүгін сізге бұрынғыдан да жауапты әрі талапшыл болуға тура келеді. Ештеңеге қарамастан еңбек ете берудің қажеті жоқ. Бұл жолы күшіңізді жинап, қажет жерде ғана жұмсауды үйренгеніңіз абзал. Әрине ол оңай емес. Егер өзіңізді тыңдап, қалауыңызға құлақ ассаңыз, көптен армандаған бағалы мүліктерді де ала аласыз. Торпақ, өзіңізді сыйлап жақсы көретін адамдардың арасында жүргеніңіз дұрыс. Шығармашылықта, саудада, әдебиет пен ғылымда жемісті еңбек еткелі тұрсыз. Сіз армандаған ұсыныстар бүгін оңынан болмақ. Сондай-ақ материалдық жағдайыңызды да жақсартудың сәті түспек. Егіздер, бүгін сіздің туған туыстарыңызбен ара қатынасыңыз жақсарып, бұрынғыдан да жақын араласа бастайсыздар. Араласатын адамдарыңыз көбейеді. Жұмыста құлшынысыңыз артып, әріптестеріңізді, серіктестер мен көптеген адамдарға жақсылығыңыз тиеді. Шаян, жаңа жоспарлар мен жобалар ойлап табасыз. Қорықпаңыз, ешқашанда ақшасыз қалмайсыз. Осында жылдам қабылданған шешімдер үшін сүйіктіңізбен келіспей қалуыңыз да мүмкін, бірақ артынан махаббат сіздерді қайта қосады. Арыстан, шын мәнісінде өзіңіз қызықпайтын, сіз үшін мән маңызы жоқ істерге ден қоюға тұрама. Одан да көңіліңізге жағымды іспен айналысып, уақытыңызды пайдалы өткізген дұрыс. Көңіліңізбен қолай берілетін әрекет. Шаруалар кезегі келгенде күш қуатыңыз да тасый түседі. Бикеш, бүгін өз қиындықтарыңызды шешіп қана қоймай, өзгелерге көмектесесіз. Өзіңізді көптен бері мазалап жүрген сұрақтарға жауап іздегеніңіз жөн. Сезімге берілемін деп өзіңізді жоғалтып алмаңыз. Таразы, бүгін өзіңіздің ерекше қасиеттеріңізді көрсетесіз. Жұлдыздар уақытыңызды үнемдеп, нақты материалды қиындықтарды шешуіңізге кеңес береді. Көптен бері жинақталып, жаңа іс бастағыңыз келіп жүр. Ойыңызды жүзеге асыру үшін бар болғаны күн тәртібін ретке келтіргеніңіз жөн. Сары шаян, бар назарыңызды отбасыңызға бағыттайсыз. Жасы кіші балаларыңыз немесе бауырларыңыз болса, олардың тәрбиесіне көбірек көңіл бөліңіз. Сүйіктіңізді таңғалдыратын дүниелер ойлап табасыз. Бүгінгі күніңіз керемет өтеді, сіз ойлағандай. Мерген, ата-анаңыздан үлкен аталарыңыз туралы сұрап біліңіз. Бұл ақпарат алдағы уақытта өте қажет болуы мүмкін. Әр ақыл сіздің бұл өміріңізге үлкен өзгеріс әкелуі мүмкін. Мұнымен қатар дәл қазір жалғыз қалып, миыңызды тынықтыратын уақыт. Тауешкі, жұлдыздар бүгін адамдармен танысуға кеңес береді. Осылайша өзіңізге пайдасы тиетін адамдарды жолықтыра аласыз. Мұнымен қатар бұл күндері білім алуға кеңес беріледі. Бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, сұрауға қысылмаңыз. Суқұйғыш, біраз уақыттан бері бойыңызда көптеген қасиеттің бар екенін біліп, өзіңізді құрметтей бастайсыз. Дәл қазір ата-анаңызбен жолығып, көптен бері өзіңізді мазалап жүрген сұрақтардың жауабын алатын уақыт. Бастапқыда психологиялық тұрғыдан қатты қиналасыз. Позитивтің арқасында барлық қиындықты жеңіп мықты боласыз. Балықтар, бүгін өзіңізге көбірек көңіл бөлуге тырысыңыз. Алдыңызға айқын әрі қиын мақсат қойып, оған жету үшін бар күшіңізді салыңыз. Көрермен жұлдызшылар не десе де, мұның жай ғана болжам екенін ұмытпағайсыздар. Біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қай халықты алсақ та, оның өзіне тән тұрмыс тіршілігі, күнкөрісі, әдет ғұрпы, салт дәстүрі болады. Салт дәстүр сол халықпен бірге жасасып, оның тарихында өшпес із қалдырады. Бірақ ұмыт болып бара жатқан ұлттық салт дәстүрлеріміз де жоқ емес. Ендеше дәл қазір салтымыз санамызда мәңгілік жаңғырып тұру үшін назарларыңызға салт дәстүр сөйлейді айдарын ұсынамыз. Ат байлар. Мұның екі түрі бар.
Жас отаудың шаңырағы көтерілген соң ағайын туыстар оған шашу шашып, керегесі кең болсын, босағасы берік болсын деген тілек айтады. Байғазы береді. Ет жақыны босағаға жылқы байлайды. Мұның аты атбайлар. Атбайлардың екінші түрі кәде. Құдағилар келгенде, немесе күйеу қалыңдығын алуға келгенде, олардың жеңгелері алдынан шығып түсіріп алып, атын байлайды. Бұл атбайлар деп аталатын той салты. Оған арнайы кәде беріледі. Ол кәдеден тағы бір әйел тәбәрік сұрайды. Аушадияр. Өлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыры. Және жай өлең емес, өзіндік айтылар әні, ерекше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Көркем шығармашылықпен айтылатын той көркі, салтанат сән, өнегелі өнер. Мұны іздеп тауып өмірге әкелген жазушы Уахап Қыдырханов екен. Төлернанын тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар жарысына айналған жаңа күн бағдарламасы, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінде елімізде балалар медицинасын дамыту, денсаулық сақтау саласының басым бағыттарының бірі саналады. Себебі кез келген мемлекеттің өсіп өркендеуіне және демографиялық жағдайдың жақсаруына ана мен бала денсаулығы тікелей ықпал етеді. Бұл орайда соңғы жылдары аймағымызда денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға бағытталған кешенді шаралар қолға алынып, ана мен баланың саулығын сақтау бағытында ауқымды жұмыстар қолға алынып келеді. Соның нәтижесінде аймағымызда емдеу ұйымдары көптеген үлгідегі медициналық құрал жабдықтармен толығып, балалар арасындағы түрлі дерттің алдын алуда өз нәтижесін көрсетіп отыр. Мәселен, бұрын балалар арасындағы белгілі бір дерттің алдын алуда емделушіге елордамыз бен шет мемлекеттерге жолдама берілетін болса, бүгінде жоғары технологиялық аппараттардың көмегімен аймағымыздағы балалар ауруханасында дерт түрлері жіті зерттеліп, күрделі оталар жасалып жүр. Құрметті көрермен, осы орайда біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды төрімізге келіп жайғасқан мейманымызбен жалғастырмақпыз. Таныс болыңыздар, облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері Зоя Көшенова. Мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 279020, қала коды 7242. Зоя қызы, бағдарлама төріне қош келдіңіз. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, жалпы еліміз бойынша, мына біздің аймағымыз бойынша осы ана мен баланың денсаулығына қатысты үлкен бір байыпты бағдарламалар қолға алынып, үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Соның бір дәлелі, әлгінде ғана айтып өткеніміздей, осы бұрын соңды Астана, шет мемлекеттерге жолдама берілетін емделушілерге осы облыстық балалар ауруханасында күрделі оталар жасалып жатыр. Бұл да бір үлкен жұмыстың нәтижесі деп білеміз. Енді жалпы осы облыстық балалар ауруханасы өткен жылды қалай орындады? Мынау жоспарлаған жұмыстарыңыздың барлығы орындалды ма? Сәлеметсіздер. Бәріңізді жаңа жылдарыңыз құттықтаймын. Жалпы облыстық балалар ауруханасы елбасымыздың саялы саясатының 100 аурухана, 100 мектеп деген бағдарламасы негізінде 2016 жылдың қараша айында жаңа ғимарат қолданысқа берілді. Енді бұл ғимарат мақтанышпен, қуанышпен айталатындай үлкен бір облысымызда жаңалық болды. Енді ғимарат тек қана өзін айтпауымыз керек, ішінде оның барлық құрал жабдықтарымен толығымен қамтылды. Оның ішінде қазіргі таңда заманауи МРТ, КТ, УЗИ аппараты, рентген аппараты, ЭЭГ балаларға қажетті науқастылығын анықтайтын. Осының бәрімен толығымен қамтамасыз етіп, ангиограф осымен бізге табыс етілді. Енді қазіргі таңда осы аурухананың ішінде 11 бөлімше жұмыс жасайды. Бұның ішінде дәстүрлі бұрыннан келе жатырған біздің облыстық балалар ауруханасынан көшірілген соматикалық бөлімшелер, олар пульмонология, неврология, жаңа туған нәрестенің аурушаңдығы, сонымен бірге мынау хирургиялық төсекті бізге келіп облыстық медициналық орталықтан қосты. Ол жерде 30 төсек еді, қазір оны 79 төсекке дейін жеткізіп біз кеңейтілдік. Сонымен бірге сол төсектердің ішінде арнайы өзінің бөлімшелерге бөлдік. Жоспарлы хирургия, жедел хирургия, сосын нейрохирургия, травматология және соның ішінде арнайы өзінің төсектері бар. Урологиялық төсектер, бет жақ жүйесінің хирургиясы, лор патологияны емдейтін төсектер, нейрохирургия төсектер, ортопедия травматология төсектер. Сонымен бірге жаңа соматикалық бөлімшенің өзін
педиатрия 1, педиатрия 2 деген жалпы бөлімшелерді топтастырдық. Оның ішінде өзінің арнайы төсектері бар. Нефрологиялық төсектер, аллергологиялық төсек, эндокринологиялық төсектер, кардиоревматологиялық, онкогематологиялық. Сөйтіп қазіргі таңда мынау бала шағындағы кездесетін науқастылықтың бәрін күрделі түрде енді қамти алатын көп профильді аурухана қызметін атқарып келеді. Енді айта кеткім келеді, 2017